Бүгін біз WordWall платформасымен танысатын боламыз. Бұл платформа мұғалімдерге арналған интерактивті тапсырмалар мен ойындар жасауға мүмкіндік беретін өте ыңғайлы құрал. Енді WordWall платформасына кіруіміз үшін біз кез келген браузерден WordWall деп іздеу жолағына жазамыз. Ағылшынша немесе орысша жаза берсеңіз де болады. Ең бірінші ашылған сілтемеге өтеміз. Ендігі біздің қадам бұл жерде вход немесе зарегистрироваться деген екі түймешенің бірін таңдаймыз. Зарегистрироваться бөлімін таңдайын. Бет бізде ағылшын тілінде ашылды. Оны біз автоматты түрде орыс тіліне аударып алсақ болады. Обновить и войти-ді басамыз. Келесі түймеше бізде осы мына жерге электронды почтаңызды жазып, қайтадан жасап тіркелсеңіз болады, немесе Google аккаунтпен кіруге болады. Менің мына жерде тұрған Google аккаунттарымның біразына жұмыс жасалынғандықтан мен жаңа бір аккаунтпен кіргелі отырмын. Тағы да бетімізді аударып алайық. Қарайық, мына жерде бізге базовый деген, яғни тегін нұсқасында біз 3 түрлі ғана жұмысымызды жасай аламыз. Және бұл жерде бізге 18 стандартты шаблон берген. Енді үш жұмысымыз жасалып бітіп қалғаннан кейін біздің аккаунтымызда біз оны қайтадан жасай алмаймыз. Енді біздің қадам қалай болады? Біз басқа бір аккаунт немесе электронды почта жасай отырып, сол электронды почтамен немесе аккаунтпен біз қайта-қайта 3 жұмысқа дейін жасай аламыз. Енді қарайық, бұл аккаунтта менде ешқандай жұмыс жоқ, сондықтан создай свое первое занятие прямо сейчас деген беріп тұр, осыны басайық. Мінеки алдарыңызда терезе ашылды. Бұл жердегі алғашқы жаңа өзде айтқандай 18 шаблон бұл жерде бізге тегін берген, ал мына төмендегі шаблондар бұл бізге ақылы түрде қосылады. Енді ойындардың түрлерін бір-бір қарап өтейік. Сәйкестендір дейді, совпадение, бұл да найди совпадение, сәйкесін тап дейді, флеш-карта, вращай колесо дейді. Осы жерге кіріп, өздеріңіздің логин парольдарыңызбен ішінен қарап шықсаңыздар болады. Енді қазір біз осылардың біреумен жұмыс жасап көрейік. Мысалы, совпадение дегенді алайық. Енді бұл жерде біз мына жерге тақырып атау береміз. Мәселен, қандай сабақ құрастырсақ болады? Мына жерге название деятельности деген жерге біз тапсырмамыздың атын жазамыз. Яғни сәйкестендір. Сәйкесін тап. Тарих пәні бойынша құрастырып көрейік. Тарих пәні бойынша деп жазайық. Бұны жазу міндетті емес, тарих пәні бойынша деп, бірақ жағы тапсырманың атауын жазып қойсақ жақсы болады. Енді мына жерге біз тірек сөздерді жазамыз. Яғни Абылай хан. Абылай хан деп жазайық. Одан кейін мына жерге Мұхтар Әуезов деп жазайық. Мұхтар Әуезов. Келесі бөлікке біз желтоқсан оқиғасы деп жазайық. Мінеки, енді бізге тағы да қажет болатын болса, добавить элемент деген түймешені басу арқылы біз келесі тағы бір жолақты іске қосамыз. Бұл жерге мәселен қазақ хандығының ақ ордадан бөлінуі деп жазайық. Қазақ хандығының ақ ордадан бөлінуі. Енді соответствующее определение деген жерге біз осының жауабын жазатын боламыз. Абылай хан қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күрескен тұлға деген. Күрескен тұлға.
мысалға. Екінші, Мұхтар Әуезов, бұл жаңағы Абай жолы романының авторы дейік. Абай жолы романының авторы дейік. Келесі бізде желтоқсан оқиғасы, Алматы қаласында болған көтеріліс дейік. Алматы қаласында болған көтеріліс. Мен тек жобамен ғана мысал ретінде ғана жазып жатырмын. Сіздер өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты керемет қылып құрастыра берсеңіздер болады. Қазақ хандығының Ақ Ордадан бөлінуі дегенді біз қазақ хандығының дербес билік ретінде пайда болуы деп жазайық. Қазақ хандығының дербестігі деп қояйық, қысқаша түсінікті шығар бізге бәрімізге. Енді сделаны дегенді басамыз. Мінекей бізде осылай дайын болды. Енді осыларды орындарына орналастыру арқылы біз тапсырманы орындаймыз. Мәселен, қазақ хандығының дербестігі, бұл қазақ хандығының Ақ Ордадан бөлінуі. Алматы қаласындағы көтеріліс, бұл желтоқсан оқиғасы. Қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күрескен тұлға Абылай, Абай жолының авторы Мұхтар Әуезов. Енді қарайық. Бұл жерде мына түймешені бассақ, бізде тексеріп жатыр. Дұрыс деген мағынаны білдірді, өте керемет деп жазды. Енді мына жерде біз таблица лидеров деген осы жерге қатысқан оқушы өзінің аты жөнін жаза алады. Енді бұл тапсырманы біз түрін, тұрпатын өзгерте аламыз. Мысалы, найдите совпадение деген бөлім бойынша қоятын болсақ, ол кезде мынадай ойын түрінде беріледі. Қарайық, Алматы қаласында көтеріліс, желтоқсан оқиғасы деп осындай, немесе кроссворд түрінде. Кроссворд түрінде жасауға болады. Мәселен, мына жерде басасыз, мына жерге жазасыздар. Контрольный опрос түрінде беруге болады, викториналық шоу ретінде беруге болады, квиз шоу. Бұл жерде де жаңағы өзінің керемет осындай түрлі әдемі баланы, оқушыларды қызықтыратын формалары бар. Неке? Қазақ халқының тәуелсіздік үшін күрескен тұлға Абылай. Осылай ойната беруге болады. Енді бұны біз қалай басқаларға бере аламыз? Ол үшін делиться дегенді басамыз, поделиться страницы дегенді басамыз. Осы жерде, мәселен, 5-ші сынып дегенді таңдаймыз. Сосын таңдасаңыздар да болады, таңдамасаңыздар да болады, ол міндетті емес, бірақ енді нақтылап жіберген артықтық етпейді. Публиковать дегенді басамыз. Міне осы жерде бізде сілтеме пайда болды. Осы сілтемені копировать етіп, өзіміздің жағы оқушыларымызға жіберіп қоя аламыз. Қалай ашылады екен көрейік. Мінекей бізде осындай түрде ашылды. Тіпті біз оның мына жердегі жағы суреттерінде ауыстыруымызға болады. Мінекей. Осылай әдемі қылып, түрлі-түрлі формада беруімізге болады. Неке? Өте қиын емес. Сіздер де жасап көріңіздер, игіліктеріңізге жарасын.